Ресей, Мәскеу, Донской монастырь. Ежелгі мұнаралар мен кірпіш қабырғалар. Мұнара жөндеуге кірісті. Мұнараны құлаудан қорғау үшін оның негізін нығайту керек. Қабырғалар бұрын қызыл және ақ түске боялған. Құрылысшылар тереңдігі 1,5 метрдей топырақ қабатын алып тастады. Біз жер астында не болғанын көреміз. Қабырғада арка бар. Бұл жер бетінің ежелгі деңгейі. Бұл өткенде болған. Бұл монастырдағы қазіргі жер деңгейі. Жер деңгейінің қай жерде екенін анық көруге болады. Бұл арка топырақпен жабылған. Тек боялған бөлігі жер үстінде тұрып қалды. Қалғанының бәрі жер астында болды. Әрі қарай барып, мұнараға қарайық. Мұнараның кіреберісі қазіргі жер деңгейінен төмен. Оны тақталардың көлбеу бұрышынан көруге болады. Есік қалыпты биіктігіне дейін қазылған жоқ. Терезе саңлауларының төменгі шеті де жер деңгейінен төмен. Міне бүгінде шөп өсетін деңгейде. Бұл бөлік топырақпен жабылған. Бұл жердің 20 ғасырдың ортасында түсірілген ескі суреті. Бұл арнайы терезе осында. Ежелгі жер деңгейіне дейін қазуға тура келді. Мұнараның ішінен көрініс. Реставраторлар нағыз ежелгеден деңгейіне дейін қазуға тым жалқау болды. Енді қызықты бөлік келді. Мен көне бетінің деңгейіне түстім. Топырақтың бір бөлігін қарастырайық. Бұл құм мен саз. Қабаттардың түсі аздап ерекшеленеді. Бірақ бұл сөзсіз құм. Мәдени топырақ қабаты жұмсақ және қара болуы керек. Бірақ біз құм мен сазды көреміз. Топырақ бөлігінде қара қабаттар бар. Оны мәдени қабат деп атауға болады. Бірақ бұл қабаттар жұқа. Олар құм мен саздың қалың қабаттарымен қиылысады. Сынған кірпіштер кездеседі. Мәскеудің орталығындағы көне монастыр қалың құм мен саз қабатымен жабылған.